Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен осындай қызыл барқыт пирожныйларын дайындайтын боламыз. Ақылы мастер-класстан бұл рецепті сатып алған болатынмын. Өзім заказға жасайтын рецепттерімнің бірі. Өте оңай дайындалады. Жасап көріңіздер. 220 грамм айранға 1,5 шай қасық қызыл бояуды салып, жақсылап араластырамыз. Бояудың құрамы табиғи, таза болған жақсы. Құрамында ешқандай кармина, зиянды заттар жоқ. Бояуды таңдаңыздар. Менде топ декор бояуы барлық кондитерлік үйлерде сатылады. Енді құрғақ ингредиенттерді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. 240 грамм ұнымызды електен өткізіп, 20 грамм какао және де 12 грамм қопсқыш қосып араластырамыз. Бөлек ыдысымызға бөлме температурасындағы жылы сары майымызды және де қантымызды осылай миксердің көмегімен араластырып аламыз. Үстіне 3 жұмыртқамызды қосып, біріккенше тағы араластырамыз. Тортты, түрлі тәттілерді пісіретін болсаңыздар, осы жұмыртқаның S0 категориялысын немесе S1 категориялы жұмыртқаны таңдасаңыздар, бисквиттеріңіз, тәттілеріңіз жақсы шығады. Барлығын араластырып алдық. Енді үстіне сұйық майымызды қосып, миксермен біріккенше тағы бір араластырамыз. Айран мен бояу қосылған қоспамызды үстіне құйып, біріккенше араластырамыз. Сұйық массаны толықтай араластырып алдық. Онда 2 бөлікке бөліп, осылай салып, астынан үстіне қарай жаймендеп араластырамыз. Ешқандай іртік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Араласқаннан кейін екінші бөлігін салып, тағы да араластырып аламыз. Бізде міне қызыл барқыт пирожныйлардың қамыры дайын болды. Енді осы қамырды бөлек ыдысқа өлшеп аламыз. Менде қамыр 930 грамм болды. 930 грамм қамырды 3-ке бөліп саламын. 310 граммнан болады. Пергаментке осылай 3-ке бөліп саламыз. Барлығын бірінші біркелкі етіп бөліп алғаннан кейін пергаменттің үстіне 4 бұрышты етіп біркелкі етіп жаямыз. Пешімізді 180 градусқа алдын ала қыздырып қоямыз және де 10 минуттан пісіріп аламыз. Бізде корждарымыз пісіп шықты. Осылай жұмсақ, қып-қызыл болып пісіп шығады. Осындай қалыңдықта пісіп шықты. Міндетті түрде салқын творожный сыр және де қант ұнтағын жақсылап біріккенше араластырамыз. Үстіне кілегейімізді қосамыз. Кілегейде міндетті түрде салқын болу керек. Мен 33% осындай кілегейді қолдандым. Табиғи кілегейлерді бірден қатты скоростта миксерлеуге болмайды. Менің миксерім 5 скоростқа дейін көтеріледі. 5 минут миксерлейміз. Бірінші скоростта 2 минутта жаймен бір қалыпты миксерлеп аламыз. Өзінің формасын ұстап бастағаннан кейін скоростта жайменде көтереміз. Бізде кілегейіміздің майы шығып кетпеу керек және де егер де бірден қатты скоросттан бастайтын болсаңыздар, жылып кетеді. Кілегейіміз дұрыс шықпайды. Магазиндерге осылай жасайтын болсаңыздар, табиғи емес кілегейлерді пайдалансаңыздар, бұл пирожные өте дәмді болып шығады. Корждарымызды осылай теріс айналдырып, кремдерімізді 3 бөлікке бөліп, осылай жап шығамыз. Пропитка жасамасаңыз да, бұл пирог өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Кремдерімізді толығымен біркелкі етіп бетіне жағып болғаннан кейін, коржымыздың екінші бөлігін осылай бетіне жабатын боламыз. Кремдерімізді тағы да жағып шығамыз. Үшінші қабатты коржда астыңғы бөлігін оны да жоғары қарай көтеріп, беті тегіс болып шығу үшін солай қоямыз.
Қалған кремнің бәрін жиектеріне, бетіне тегістеп жағып шығамыз. Салқын жерге немесе тоңазытқышқа 4-5 сағатқа крем сіңу үшін пропиткаге қалдырамыз. 4 сағаттан кейін осылай жиектерін бір тегіс етіп кесіп аламыз. Барлық жиектерін осылай кесіп аламыз. Әр бөлікті кескен сайын майлықпен немесе салфеткамен сүртіп отырамыз. Корждарымыздың беткі бөлігін осылай қып-қызыл қылып бүлдірмес үшін. Жиектерін кесіп алғаннан кейін арнайы сызғышпен өлшеп, неше сантиметр болатынын өлшеп, осылай 4 бөлікке бөлеміз. Бұл барлық пирожныйларымыз біркелкі 4 бұрышты болу үшін керек. Видеода көрсетілгендей етіп кесіп алыңыздар. Енді осыны ізі бойынша кесіп аламыз. Әр бөлігін кескен сайын салфеткамен немесе майлықпен сүртіп отыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, осы рецепттен бізде 16 штук пирожное шықты. Нарықта бір штук пирожныйның бағасы 400-450 теңгеден. Қалауыңызға қарай сәндеп, ұсынсаңыздар да болады. Жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Мен осылай посыпкалармен және де клубникалармен сәндеп шықтым. Ас болсын.